Сәлем, бүгін вафлидің дайындалу жолын үйренеміз. Бізге ұн, жұмыртқа, маргарин майы, қант қажет. Алдымен ыдысқа жұмыртқа, одан кейін қантты салып, миксермен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне маргарин майын қосып, тағы да миксермен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды екі бөлек қылып салып араластырамыз. Осымен тестамыз дайын, енді вафлимізді пісіруді бастайық. Қызып тұрған вафельницамызға тестамызды асықпай салып, бетін жауып пісіріп аламыз. Әрбір дайын болған вафлиді трубочкаға немесе рожок қылып орауға болады. Мінекей вафлиміз дайын, астарыңыз дәмді болсын.